Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Камшат, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін алоэ өсімдігінің емдік қасиеті туралы айтатын боламын. Сонау есте жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал-тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда әлдеқайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Жер бетінде алоэның 300-ден астам түрі бар және оның өзіндік қасиеттері бар. Бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға қарсы тұра алады. Алоэ өте қарапайым, оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті. Оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, бұталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп өсіп кете алады. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді алоэ да көміртегіні жұтып, оттегіні шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ 2 қабат әйелдер, бүйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымында ауытқушылығы бар адамдарға да алоэға жақындауға кеңес бермеймін. Алоэны қандай жағдайда қолдануға болады? Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стакан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосыңыз. Бұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэны қойып, дәкемен таңып тастау керек және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек болады. Ол үшін алоэның жапырақтарын жуып, бинтке қойыңыз да аздап шаншыңыз. Сонан соң барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэдан маска жасай алады. Ол үшін алоэның 1 ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып, 15-20 минут ұстаңыз да жылы сумен шайып тастаңыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырап, сұлулана түсетін болады. Иммунитетті көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақтарды үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стаканды дәкені немесе марлыны аласыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол марлының бетіне әбден кескілеген алоэны қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стаканға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз. Екеуі бірге бір болу керек. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта болады. Егер суық тигізіп алсаңыз, алоэның жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит, асқазан жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Достар, менің YouTube каналым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызықты видеолар болады. Мені тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.